Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге бүгін рулет дайындайтын боламыз. Өте жұмсақ болып шығады. Бізге керекті 4 жұмыртқа. 4 жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын бөліп аламыз. Сары уызға қант қосып араластырамыз. Міне сары уызымыз дайын болды. Енді ақ уыз дайындайтын боламыз. Ақ уыздың үстіне бір шымшым тұз қосамыз. Оның үстіне қант саламыз. Қантымызды 3-ке бөліп саламыз. Міне ақ уызымыз дайын болды. Ақ уыздың үстіне сары уызымызды саламыз. Екеуін жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне 100 грамм ұн қосамыз. 1 ас қасық қосқыш қосамыз. Енді бізде бөлек ыдыста 4 ас қасық сұйық май құйып, үстіне қамырымыздан саламыз. Қамырымызды салып араластырып аламыз. Оны қайта артына құямыз. Енді жақсылап араластырып аламыз. Табамызға пергамент қағазын төсеп, үстіне құямыз. 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Міне дайын болды. Ары қарай кремімізді дайындаймыз. Бізге керекті сүзбе. Сүзбенің үстіне вареная сгущенка қосамыз. Екеуін жақсылап блендермен езіп аламыз. Міне креміміз дайын болды. Оны коржемізге жағып аламыз. Әрі қарай видеодағыдай ораймыз. 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Міне рулетіміз дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Достар, менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Баршаңызға көп рахмет.